Сәлем оқырман. Нұрдәулет көптен желіге шықпай кеткені болған. Бүгін болса өзінің бір ойларымен бөліскен болатын. Сізге оқып берейін, соңғы жағдайлардан кейін кішкене ес жинайын деп. Ауылда бір аптадан асық уақыт жатып дем алдым. Бәрін ойландым, толғандым, енді тек өзім үшін әрекет ететінімді. Өзім үшін аяққа тұруым керек деп шешім қабылдадым. Кімнің дос, кімнің дұшпан екеніне де көзім жетті. Мен Алланың осы дүниеге жіберген жеке тұлға мықты пендесімін. Бойыма Алланың берген дарындары мен өнері мықты қасиеттерім бар, шүкір. Енді осыларды шындап шын, реально әрекет жасауым керек. Ерегескендей менде бұйыртса бәрі жақсы болады. Сенде анау жоқ, мынау жоқ деп. Мені Алланың берген тағды мен сынауына түскен кездерімді кемсітіп айтқандар. Көттеріңді ашып қарауларыңды нәсіп етсін, дейді Нұрдәулет. Масқара не деген сөздер, тіптен оқуға ұялғаным бар. Жұрт айтса, айта берсін деп жүре бермей ме, кімге қақпа болады. Іші толған негатив Нұрдәулетте, өте көп реніш. Айда енді өз өмірін Бішкекте, ал Нұрдәулет өз өмірін ауылда сүруде. Нұрдәулет тарапынан ешқандай қадам жасалмады. Қосылады деген үміт болған еді осы күнге дейін. Ал пікірлерге көшсек, Айда, өмір әдемі. Өмір сүріп қуаныңыз, сіз өте жассыз. Саяхаттаңыз, үйреніңіз, дамыңыз және бизнесіңізді дамытыңыз. Уақыт тез ұшады және уақыт емдейді. Сіз ажырасқан бірінші немесе соңғы емессіз. Сондықтан көңіліңізді қалдырмаңыз және ешкімді тыңдамаңыз. Сіз бәрін дұрыс жасайсыз. Тек сенің адамың емес еді, солай болды. Сіз интеллектуалды, табысты және сізді бағалайтын. Және сізді барлық тарақандарыңызбен бірге жақсы көретін жақсы адам табылсын, дейді оқырман.